Өзіңізге ыңғайлы қалыпта жайғасыңыз. Денеңізге дәл қазір қалай жайлы сол күйде, сол қалыпта болуына мүмкіндік беріңіз. Ештеңені ұстап тұрудың қажеті жоқ, ешқайда асығудың да қажеті жоқ. Қаласаңыз көзіңізді жұмсаңыз болады, ал қаламасаңыз жай ғана көзіңізді, көз бұлшықеттерін босаңсытыңыз. Қазір ештеңені дұрыс жасау міндетті емес. Сізге керек жалғыз нәрсе өзіңізге демалуға рұқсат беру. Терең, баяу дем алыңыз, жұмсақ, тыныш дем шығарыңыз. Тағы да бір рет демалған кезде ішіңіз тыныштыққа толып жатқандай. Дем шығарғанда қажетсіз ауырлық кетіп жатқандай сезініңіз. Әсіресе дем шығарумен денеңіз сәл ауырлай түседі, сәл тынышталады, сәл босаңсиды. Аяқтарыңызға назар аударыңыз. Табандарыңыздың дем алып жатқанын сезініңіз. Кернеу, тырысу ақырын кетіп жатыр, ерігіндей жоғалып барады. Бұл босаңсу жоғары көтеріледі. Балтырларға, тізелерге, сан бұлшықеттері, дене енді қажет емес қысымды босатады. Іш аймағы жұмсарады. Ішіңіздің бұлшықеттерін босаңсытыңыз. Деміңіз еркін, табиғи, тыныш. Кеуде қуысы жеңіл көтеріліп қайта түседі. Жүрек өз ырғағымен соғып тұр. Бұл ырғақ дәл қазір сізді қолдап тұр. Иықтарыңыз оларға төмен түсуге мүмкіндік беріңіз. Көзге көрінбейтін жүктен арылғандай. Қолдарыңыз жылына бастайды, ауырлай түседі. Алақандар босаңсыған, саусақтар дем алып жатыр. Мойын, желке, бет, маңдай тегістеліп жатқандай, жақ бұлшықтері босаңсып жатыр. Бүкіл бетіңіз тыныштық күйіне еніп бара жатқандай, ал енді дене демалып жатқандай, зейініңізді ішке қарай жұмсақ түрде бағыттауға болады. Өзіңізді жылы, қауіпсіз ұйқы кеңістігіне еніп бара жатқандай елестетіңіз. Мұнда тыныш, мұнда қауіпсіз, мұнда сізді ештеңе мазаламайды. Бұл ағза қалпына келуді еске түсіретін кеңістік. Әрбір жасуша демалуға және жаңаруға рұқсат алады. Ұйқы кезінде дене өзіне ең таныс істі жасайды, теңестіреді, қалпына келтіреді, жұмсақ түрде жаңарады. Бұл процесті бақылаудың қажеті жоқ. Бұл өзі жүреді, табиғи байыппен. Әрбір дем алған сайын ішіңізде жылу таралып жатқанын сезінуіңіз мүмкін. Тыныштық, ішкі күш. Әрбір дем шығарғанда шаршау, шалдығу, күні бойғы ауыр ойлар кетіп барады. Егер ойлар пайда болса, бұл қалыпты. Оларды ұстамай түнгі аспандағы бұлттай өтіп кетуіне мүмкіндік беріңіз. Қайтадан тыныштыққа оралыңыз. Деміңізді ішкі үнсіздікке бағыттаймыз. Қазір сіздің денеңіз терең демалып күйінде терең демалып жатыр. Ал осы демалыс кезінде ол өзінің табиғи қалпына келу және жаңару процестерін қолдайды. Тері демалып жатыр, бұлшықеттер босаңсып жатыр, жүйке жүйесі тынышталып жатыр. Барлығы өз ырғағына келуде. Қаласаңыз, ұйқы кезінде ішкі ресурстар толып жатқанын елестете аласыз.
ағзаңыздың өзіне нәзік қамқорлық жасап жатқанын сезініңіз. Ұйқы тереңдеген сайын ішкі жаңару одан да әрі жұмсақ, әрі тыныш жүреді. Мұнда күш салу жоқ, күту жоқ, тек демалыс бар және денеге деген сенім бар. Ұйқыңыз терең болсын, тыныш болсын, қалпына келтірген болсын. Егер ұйықтап бара жатсаңыз, бұл өте жақсы. Ал егер әлі де даусымды естіп тұрсаңыз, оған жай ғана демалыс фоны ретінде болуына рұқсат беріңіз. Әрбір сәт сайын ұйқының одан да терең қабатына ене беруге болады. Онда дене демалады, ақыл тынышталады, ал іште қауіпсіздік пен тыныштық бар. Бұл ұйқы сізді қолдай берсін, жұмсақ түрде, байыппен, табиғи түрде сіз ұйқыға кетіп бара жатырсыз. Тек қана денеңізді босаңсытыңыз, бар денеңізді ішіңізге, ішкі жасушаларға қарай бағыттаңыз. Өзіңізді сезініңіз, әрбір аяғыңызды, қолыңызды, ойыңызға келген әрбір ойларды жай бұлттарға отырғызып, өзіңізден алыстап кетіп бара жатқанын сезініңіз. Осындай байыппен демалып, комфортты түрде тыныс алып, тыныш шығарып, көзіңізді жұмып, бәрін сезінсеңіз болады.